looking. Сәлем достар. Бүгін біздің қонақта Ажар есімді қандай тамаша әдемі қыз. Ажар, мына жақ саған таныс па? Мынау не? Біз бұл жерде түрлі роликтар, сондай вайндар сияқты түсіргенбіз. Ол қандай міндет атқарады сонда? Неге жасыл? Өйткені менің ойымша жасыл түсіріп болғаннан кейін монтировать етуге оңай деп ойлаймын. Сондықтан да бізде қазір мынау киімімізде ешқандай жасыл түс жоқ, иә? Сенде де менде де. Сондықтан да мына жаққа отырып бір сөйлесіп алайық сенімен, иә? Қалай қарайсың? Мына жақта не болсын? Қандай фон бар? Теңіз болсын ба? Бірінші теңізді көрейік. Күшті екен. Енді не беріңіз? Енді үй болсын. Немесе сен жақында Франциядан келдің ғой, иә? Париждің бір көшелерін көрсетейік. Эйфелева башняның алдын көрсетейік. Уа, мінекей. Қандай тамаша. Онда осылай сөйлесе берейік. Жалпы сен осындай курсқа былтыр қатыстың. Одан кейін курста қандай дағды үйрендің мысалы? Бұрын басқаша сөйлеуші ме едің, немесе тыныс алғанда басқаша тыныс алдың ба? Соны бәрін айтып бересің бе бізге? Мен осы жерге келмей тұрып, аузымды кішкене ашып сөйлейтінмін да, ал осы жерге келгеннен кейін мен анық дұрыс сөйлеуді үйрендім. Одан кейін тыныс алушы. Иә, және тыныс алғанда дұрыс тыныс алуды үйрендім. Этюд көрсетіп үйрендім, жануарларды сипаттап. Қазір көрсетіп бересің ғой бізге? Иә. Енді қара, Ажар, сен бұл курстан кейін киноға түсіп көрдің ба? Иә. Қандай киноға түстің? Мен «Каникулы оффлайн» деген киноға түстім. Мы, конечно, понимаем по-казахски, но не говорим по нему. Турасы сияқты екен. Не говорит, но понимает. Everybody looking. Қандай рөл атқардың? Мен ол жерде дилер деген қыздың рөлін атқардым. Ол қандай жағымды персонаж ба, немесе? Ол жағымды, андай сабақты жақсы оқитын, және ауданның әкімі соның қызы. Иә, соның қызы. Қалай, ауданның әкімінің қызы болу жақсы ма? Иә, жақсы. Енді Ажар, мына жақта енді жақында ғана Парижден келдің, де сен? Парижде қандай конкурсқа қатыстың, немесе Парижде не көрдің? Мен Парижде скрипка арқылы бардым Парижге. Ол жақта халықаралық конкурс болды. Сол конкурсқа бардым Парижде. Қандай скрипка дейсің? Иә. Сонда Парижден қандай орынмен оралдыңыз? Мен Парижде бірінші орынмен оралдым. Сосын біз Парижден ары қарай тағы да Италияға конкурсқа бардық. Ол да скрипка? Иә, ол да скрипкамен. Ол жақта гран-при, бас жүлде алдым. Құтты болсын. Мәссаған. Ол сонда қандай әлемдік не болды ма? Конкурс болды ма? Әлемдік. Сен жастағы балалармен қатыстың? Керемет. Тағы да фильмге түскің келе ма? Өте қатты түсті. Мынау былтыр түскен фильм. «Каникулы оффлайн». Иә, ұнады ма негізі? Фильмді өзің көрдің ба кинотеатрда? Иә, көрдім. Өзің ұнадың ба? Иә, ұнадым. Бір кейбір жерлерінде бар, түрім онша емес болып қалған жерлері. Ал негізі осы тағы да фильмге түсетін болсаң, қандай персонажды сомдағың келеді? Мен мінезі қырсық қызды сомдағым келеді. Солай ма? Неге? Себебі не? Маған өзімді басқа жағынан көргім келеді. Өйткені өзің жұмсақсың, жақсысың, бірақ керісіншесін көргің келеді. Көп рахмет Ажар саған. Іске сәт. Everybody looking.